Көз алмасының қосалқы аппараттарына балалар көріп отырсыздар, қастарыңыз жатады, қабақтарыңыз жатады, пальпебрадан тұрады, және конъюнктиваларыңыз жатады. Мына тұрған жылтырап жүрген қорғанышты қызмет атқаратын, және көз жас бездеріңнен тұрады. Көз жас бездеріңіз міне жатыр: гландуля лакрималис. Гландуля лакрималис көздің медиальды жиегіне қарай барып, каналын құрайды. Мына тұрған каналдарың. Бұлардың бәрі қорғаныштық қызмет атқарады. Және көз алмасын ұстап тұрған балалар, мына тұрған 6 бұлшықеттерің болады. Мына тұрған көз алмастарың, мына тұрған көз алмасының 6 бұлшықеттері. Ол қандай бұлшықеттерден тұрады балалар? Жоғарғы тік бұлшықеттен, төменгі тік бұлшықеттен, латеральды тік бұлшықеттен, медиальды тік бұлшықеттен, жоғарғы қиғаш бұлшықеттен, төменгі қиғаш бұлшықеттен. Осы көз алмасының 6 бұлшықеттерін балалар қозғалтқыш нервтер, үшінші нервус окуломоторис, трохлярис, 4-ші жұп нерв, 6-ші жұп нервтенеді. Бір кішкентай ғана көз алмасын ұстап тұрған 6 бұлшықетті бас миының 3 жұп нервтендіреді. Қайсысы десе 3-ші жұп нерв, 4-ші жұп нерв, 6-ші жұп нерв дейсіздер. Біз оны нервтар, қозғалтқыш нервтарды өткен кезде сіздерге айтамыз. Допустим, жоғарғы тік бұлшықет, медиальды тік бұлшықет, төменгі тік бұлшықетті және төменгі қиғаш бұлшықетті балалар 3-ші жұп нервус окуломоторис нервтендіреді. Жоғарғы қиғаш бұлшықетті нервус трохлярис нервтендіреді. Ал латеральды тік бұлшықетті бас миының 6-ші жұп нервус абдуценс әкететін нервтендіреді. Сонымен балалар, біз сіздермен көз алмасының қосымша аппараттарын көрсеттік. Енді сіздерге көз алмасы бульбус окулидің қабақтарына тоқталам. Балалар, мен қысқаша тоқталамын. Қайсы екен сіздерге көрсетіп беремін. Қалғанын өздеріңіз кітаптан, интернеттің көмегімен жақсылап дайындаласыздар. Бірінші көз алмасының бірінші қабығы ол ақ және фиброзды қабық деп аталынады. Туникофиброза деп аталынады. Ол туникофиброза балалар неден тұрады? Немесе қазақша дәнекерлі қабық деп аталынады. Дәнекерлі қабық неден тұрады десем айтасыздар? Ақ қабықтан тұрады және мынау тұрған мөлдір қабықтан тұрады балалар. Міне мөлдір қабықтардың жарықты өткізуге көмектеседі. Ақ қабықтардың 80%-ін алатын болса, 20% мөлдір қабықтан тұрады. Ақ қабықтарыңызда склера деп атаймыз балалар. Қазір мен сіздерден кітаптан көрсетемін. Мынау тұрған ақ қабықтарыңыз. Осы склераларыңыздың алдыңғы және көз шарасының алдыңғы жағына барған, ол нұрлы қабық деп, мөлдір қабық деп атады, оны корнея деп атаймыз. Бұның қызметі жарықты өткізу. Ақ қабықтарыңыз, склераларыңыздың өзі көріп отырсыздар. Склераларыңыздың өзі полностью көз алмасын полностью үстінен қаптап жатыр. Сол ақ қабықтың астыңғы жағында балалар, мына тұрған 3 қабықтан тұрады. Оны меншікті тамырлы қабық деп атаймыз. Оның өзі 3 бөліктен тұрады. Меншікті тамырлы қабықтан тұрады балалар. Мына тұрған жәнегі нұрлы қабықтарынан тұрады. Мынау тұрған нұрлы қабықтарынан тұрады. Және оның ішінде жатқан кірпікті денелерінен тұрады. Корпус цилиарис деп атаймыз. Қайталаймын. Көздің бірінші қабаты дәнекерлі қабаты. Ол ақ қабық пен мөлдір қабықтан тұрды. Екінші қабықтарың тамырлы қабық деп аталынады. Тамырлы қабықтарың неден тұрады десем айтасыздар. Мынау хорейдея, туника хорейдеядан тамырлы қабықтан тұрады дейсіңдер. Одан кейін нұрлы қабықтан тұрады дейсіңдер. Одан кейін ішінде тұрған кірпікті дене корпус цилиаристан тұрады. Бұлардың бәрі қорғаныштық көз алмасын құруға көмектеседі, қорғаныштық қызмет атқарады. Допустим, мұны суреттен көрсететін болсам балалар, ол қабықтарың, міне тамырлы қабықтарыңыз көріп тұрсыздар ғой, тамырдан тұрады. Мынау тұрғандарыңыз, нұрлы қабықтарыңыз, сіздердің көздеріңізде қарайып көрініп тұрған нұрлы қабықтарыңыз, немесе мынау нұрлы қабықтарыңыз. Бұл нұрлы қабықтарыңыз, мына тұрған нұрлы қабықтарыңыз, міне жатыр нұрлы қабық балалар. Оның ішінде балалар жәнегі кірпікті
денеден тұрады. Кірпікті денелеріңізді корпус целиарис дейміз. Атластан интернетте синельниковтарыңыз тұр, модульдарда синельниковты жазып қойғанбыз, солардан ашып, осы сезім мүшелерін қайталасаңыздар болады. Артқы мынау не тұрған тамырлы қабықтарыңыз балалар, мынау тұрған нұрлы қабықтарыңыз, мынау тұрған жәнегі кірпікті денелеріңіз. Ал үшінші қабаты балалар торлы қабығы. Оны ретина деп атаймыз. Мына жерден көрсететін болсам балалар, мынау тұрған торлы қабықтарыңыз. Ретина деп атаймыз. Сетчатка деп аталынады орысша. Сонымен сіздер уже көрдіңіздер. Көз алмасы неден тұрады десем, қабықтардан тұрады дейсіздер. Бірінші қабықтарыңыз ол дәнекерлі қабықтарыңыз немесе фиброзды қабықтарыңыз, ол склера мен нұрлы қабықтан тұрды, мөлдір қабықтан тұрды. Екінші тамырлы қабықтарыңыз ол меншікті тамырлы қабықтан, нұрлы қабықтан және кірпікті денеден тұрды. Үшінші қабаттарыңыз торлы қабық ретинадан тұрды. Сонда нұрлы қабыққа қарайтын болсаңыздар балалар, біреуіңіз ақкөз, біреуіңіз жәнегі көкшіл, біреуіңіздікі қоңыр, біреуіңіздікі қой көз, осы нұрлы қабыққа байланысты. Нұрлы қабықты балалар, нұрлы қабықтың өзінің ортасында екі жиегі болады. Мынау тұрған жәнегі сыртқы жиегі, мынау орталық жиегі. Орталық жиегі, екі орталық жиегі қосылады да балалар, қарашықтығы. Оны пупилла деп атаймыз, қарашық. Осы қарашықты қатты қараңғыға барған кезде қарашықтарыңыз кеңейіп, қатты жарыққа барғанса қарашықтарыңыз тарылатын, оны қарашықтық рефлекс дейміз. Значит, қарашықтық рефлекс дегеніміз қарашықтың тарылып кеңеюін айтамыз. Оны реттеп тұрған кірпікті дененің бұлшық еттері.